Оралқан бөкей, қайдасың, қасқа құлыным? Қызара бүртіп шығар күнді маңдайғала қос жолаушы атқа қонды. Ауыл әлі уыз ұйқысынан ояна қойған жоқ. Иттердің басын басып кетсе де, мыңқ етпейтін, өлі тыныштық ұйған. Сиырлар да, ертеңгі шақтың тірлігінен қаперсіз сілекейін шұбыртып, жалмаң-жалмаң күйсеп жатыр. Тек ала сиыр ғана, орнынан үшім толып созалаңдай тұрды да, керги керліп, соң тұяғын сыртылдатып, өріске беттеді. Жалғыз беттеді. Қорадан қора, бақшадан бақша қоймай бүлдіретін ашқарақ, қаскөй, қумүйіз, қарасан сыңайлы, көзі тым алайыңқы екен. Анау бір қора қопсыз шашыраңқы аласа ағаш үйдің бұрышында алқымына көбік қақтанған ат байлаулы тұр. Кір қоңын жудырып, темекі сатып алуға ойға түскен жылқышының таң асырған аты. Ал 4 бөлмелі, әппақ шатырлы үйдің алдында жеңіл машина тұр. Кеше ауданнан келген, өкіл түскен басқарманың үйі сол. Үйлер осылайша дәл адамдардың өздерінен айнымай, үлкен кішіге, жаман жақсыға бөлініп, иесінің кім екенін айқындай жыбырлап қоныс тепкен. Осыншалық мол үйдің ішінде бүгінгі таңды алғаш қарсы алып, бүгінгі күннің қыбыр-жыбыр тірлігін бастаған, түнде жабылған есігі тұңғыш ашылған, сөйтіп елден ерте оянып, ісімен озып келе жатқан қоңыр шаңырақ, ол біздің үй. Ал таң шапағына шомылып, шығар күнді бетке алған қос жолаушы әкем екеуміз. Дүниедегі ең мықты, әрі ақылды, әрі мың жасайтын тек қана менің әкем екен. Менің әкемнен асқан адамды осы жасыма дейін көрмегенімді, талай ауылды, талай қаланы аралап сандалсам да, таппағанымды, тіпті енді 1000 жылдан соң да таба алмайтынымды. Өйткені әкем мені дүниеге келген. Өйткені менің әкем. Биенің екі өкпесін тепкілеп тебіне берме. Қызбай келеді ғой. Бұлай шыққан соң көсемсіп аяғына басар деді. Өзі астындағы шабдыраттың тізгінін ердің қасына бос тастап, насыбайын атты. Әкемнің иығындағы осынау басмаған ес білгеннен бері мен таныс. Көз алдымнан күн сайын кетпейтін жұмыр жердің өзі сықылды. Бірақ біз жұмыр жерді қаншалықты білеміз? Сыралғымыз десек де, бәрін білмейміз. Тіпті біле түскен сайын білмейміз. Өйткені ол жер бәріміздің, бар тіршіліктің әкесі. Жаратушы иеміз, тусақ та, өлсек те, қайтайналып өзін табамыз. Ендеше әкемнің басы анау қысықтау келген өткір көз. Осы көз баяғыда бір тым ертеректе менің бала кезімде болар, жұмыла жаздап, мәңгіге жарық дүниемен қоштаса жаздап, шеттей бала шағасының көз жасы сақтап қалған еді ғой. Осы көз ол шақта әлде қайда отты, әлде қайда ойлы, ұшқын атқан жастықтың, өмірге деген іңкәрліктің жалынына толы болатын. Иә, ол кезде мен әкемнің көзінен қазіргіден әлде қайда мол қуат көргем. Бірақ сол қуаттың өзі бүгінгідей асау мінездің саябыр тартқан. Салқын тартқан шағында ұл ақылға ұласқандай емес, әлде қайда тәкаппар да тәртіпсіз еді. Таң өте сұлу кеспірде. Таушы болған соң жұқалтаң шық түсіпті. Күннің алғашқы сәулесінен ақ көзі жаудырап, боп бусанып жатты. Бұта-бұтаның басынан бозторғай шырылдап, мәз өмірінің күйін шертті. Тау алып ұйқысынан енденді ғана серпіліп, ал дала кеудесін дүбірлетіп, алғаш қытықтаған біздерге 100 жасар ғұмыры тілегенде еді. Өзіне деген айнымас махаббатын сыйлағандай еді. Мен өзімді мәңгірген күйден тез арылып, сергек сезіндім. Ертеңгіліктің таза да дымқыл ауасын құштарлана жұтып, егер әкем болмаса, торы биені шықпыртып, қиқулап, шапқылап кеткім бар. Мұндай пиғылымды аңғарған ол, ақырын жүріп анық бассан ғана алысқа барарсың дейтін. Сонда ғана мен көңілдің де, көк дүниенің де тізгінін тартатын. Жас шақта шапқылап алудың сөкеттік жоқ. Ол балаға тән ерке қылық екен әкем түсінбейді дейсіз бе? Жоқ. Сондығынан да ессіз есіртпейтін шығар. Ол тағы да насыбайын атып үнсіз келеді. Білесіз бе? Оған үнсіздік жарасатын. Білесіз бе? Оған көзлі сөйлеу, көсемси сөйлеу жарасатын. Оған бәрі жарасатын.
Ол көріп білгеннің бәрін маған айта бермейтін. Мүмкін жас жүрегін жаралап, ауыр әңгіме айтып қайтейін дейтін де шығар. Әйтеуір, әкемнің үлкен бір тірі кітапхана екенін сезінетімін. Әйтеуір, осы кісі. Неғып кейін деп келесің? Қалмай, қатар жүрсеңші деді. Өзі тізгінін бос тастап, насыбайын атып, орындықта отыр. Мен торы биені шаужайлап, қатарласа бердім. Үзеңгі дейіп шақыр-шұқыр ете қалды. Әкем мүйіз шақшасын етігінің қонышына тақты да, алақанын қағып тізгінді алды. Сосын көзін сығырайта алға қарадай, үндеген жоқ. Таудың алып өлкешінен қып-қызыл табақтың шеті қылтиды да, бірте-бірте сытылып, бақилық әдетімен көтеріле берген. Күн бұл қалпында, күн бағарға ұқсап, шет-шетіндегі тарам-тарам шашағын шашыратып, әкем екеуміздің көз жанарымызды жібек нұрмен жалғады. Қысық көзі жылт-жылт етіп, қабағын көтерген сайын, ғаламат жарқылды отты танып қалғандай болады. Астындағы шабдаратта күннің алғашқы қою алтын арайын қақ жарып келеді. Біз нұр толқынды, таң теңізін кешіп, таңға жайып ертектегідей, ертеңгі шақтың кәусар ауасын наурандық. Сол ауамен оразамызды аштық. Біздің әлі қанша жол жүретінімізді, қайсымыздың аяғартар көлігіміз ерте шалдығып, қайсымыздың ерте боялдыратымызды әкем болмаса мен білмеймін. Әкеме ерсем ғана адам боламын. Әкеме ерсем ғана адаспаймын. Әкем ғана мені ерте оятып, таңға жайып таңды жұрттан бұрын көрсете алар. Тек әкем ғана арайлы шақта аялап ояталар. Сары таңды жамылып, үзеңгілес кетіп бара жатқан әкем екеумізді әлі ауыл аймақтан өзге жұрт, мынау алтын жалқыны кілкіген туған жерден өзге білмейді. Ал біз секілді өмірге белгісіз келіп, белгісіз кететін қоңырқай адамдар қаншалық. Мен әсіресе мынау жирен аттың үстінде мұртының ұшы насыбайланып, жалбиып отырған әкемді көп аяйтын. Маған әкем найзалы шың, жақпар тас қоржындағы кәрі таудың, табиғаттың тағы құбылыстарының қалтарысында оқыстан туып қалған жез топшылы қаршығаға тым ұқсасатын. Маған әкем Алтайдың арда еркесі боғысы сықылданатын, тағы тірліктің көп қым қуат қызығын талақ тастап кетуге қимаған, хайуан ағаш қоршаудың ішіндегі сарсыған су, таптанды шөпті місе тұтпай жеркеніп, ұзақты күнге өз еркіндігін аңсамаушы еді. Білем, әкем аңсай қоятын еркіндік жоқ, бірақ әкем армандаған асыл дүниелердің көкжиегін көре алмайтын. Өйткені осы кісі бала кезінде қаншалық алыс, тым биік зәулім, әрі қойнау қорқынышты, тылсым сыры бар, шешілмес жұмбақта еді ғой. Ержеткен сайын әкеме жақындай түстім. Ержеткен сайын сонау бір балаң шақтағы жұмбақтың түйіні шешіліп, оның да қуаныш жұбанышы, сүйініш, күйініші бар адам екенін таныдым. Бірақ менің қорқатыным мынау. Менді дүниеге әкелуші, жарылқаушы ем, баяғыдай алып емес, күн өткен сайын шау болып шөгіп, күн өткен сайын ұғымдағы асқарлы тұлғасы мүжіліп, кішірейіп бара жатқандай еді. Мүмкін мен ержеттім, әкеме теңестім бе, әлде балалықтың әрі тар, әрі таза қиялындағы әкем қазіргі салқар санамда қалқып қана қалды ма? Құдай-ай, мен әкемді неге биіктен, заңғардай зәулім биіктен көре алмаймын? Кереметтеп жүргенім кетік қара шал ғой. Аттың үстінде бүрісіп отырысы қандай аянышты еді. Қарқарадай қасқайып отырмай, жел қом қажаған түйенің өркешіндей боп мықыраюы қалай? Жоқ, бұл түсім болар. Менің әкем дүниедегі ең асыл, ең алып жігіттің марқасы болатын. Бұл менің көкейіме оралған бір ой. Менің көкейіме оралған тағы бір ой. Ол бұғы секілді еді. Ұзақты күнге еркіндік таңсайтын, түн ұйқысын төрт бөліп, күресті сағынатыны, өткендегі аймүйіз ерлігін көксегені, ал
әкемнің өткені. Анау көрінген таң атартасы деп әкем қамшысымен алға қарай емініп тұрған ұшпа қара тасты нұсқап, мен осы жерде тұңғыш рет өлген адамды көрдім. Бұл сөзді аспай саспай өте самарқау айтты да, атының басын тежеп насыбайын атты, көзін сығырайтып. Таңатар тасына тағы бір қарады. Сонан соң созалаңдай аттан түсті. Бұл әкемнің айылды төстей тартып, атты қайта ерттейік. Алды Алтайдың шапшыма асуы бар дегені. Әкем аттың айылын тартып болған соң қайтып мінбей, көпке дейін үнсіз отырып қалды. Ал осынау оңаша ойға батқан әкемнің үнсіздігін бұзу өте қауіп еді. Қатарласа мен де жайғастым. Шымқай таза аспанның меңіндей боп қара құс қалқып жүрді. Біз алда аларасудың дәл алқымына ат басын тіреп бел жазып отырмыз. Бұл әкемнің талай таптаған сүрлеуі, талай асқан асуы. Мен болмасам, ол алқынбайтынын білемін. Өмірдің ащы тұщысын әбден пісіріп, сүрлеп тастаған әкемнің әлі уыз езу, ошалаңменен әлде қайда сіңірлі де қажырлы екенін білем. Менің тартар тауқыметімді қоса еншілеп, қаранардай қасқая тартып, ғұмыр кешкенін де білемін. Дегенмен, мен көп нәрсені білмеймін. Әсіресе әкемнің не ойлап ғұмыр кешкенін, әсіресе әкемнің не себептен тым-тым бұйығы, тым-тым ерте қартайып бара жатқанын, дүниенің бәріне неге сын көзімен қарайтынын, мен тіпті бүгінгі биеден қарағасқа құлынның неге тумай кеткенін сұрағанда, алысқа қарап, көзі боталап, күрсінгенін білмеймін. Ол қазір де терең ойға шомулы, бірақ маған айтпайды. Меніңше, жетіскен ой оралмаған секілді санасына. Өйткені қабағын кіреукелендіріп Таңатар тасына қараған.